Бүгін плов жеу бұйырмапты, ертең жейтін боламын бұйырса. Түнгі Ташкент күшті екен. Погода прям күндіз өте қатты ыстық болады дейді. Енді күндізді көрген жоқпын. Но түнде Алматы суып кетеді ғой, прям сыртынан бір нәрсе кимесең қатып қаласың ғой. Бұл жақта ондай емес екен. Кәдімгі майкамен келдім. Майкамен кигенімді мама ұрсып жатыр. Ташкентте деген қыздар жабық киінеді, сен неге майка киіп алдың, футболка кимейсің ба деп. Жоқ, әртүрлі киінеді екен. Ертең бұйырса күндізгі Ташкентті көретін боламын. Тағы аралайтын қандай жерлер бар, соны аралап, қыдырып. Енді Ташкентке бірінші рет келіп тұрғаннан кейін барлық жер қызық болып тұрмаған. Чарбак тоже қызық, барғым келеді, бірақ алыс екен. Сонымен Чарбакқа бармайтын болдым. Ыңғай келіп жатса баруға. Баршаңызға қайырлы таң. Ұйқыдан қазір ғана тұрдым. Өзім таңға жуық ұйықтап едім, кішкене ұйқым қанбай тұр. Енді бөлмеме рум-тур жасап көрсетпей-ақ қояйын. Өзі кішкентай ғана, шағын ғана бөлме. Ал қазір боянайын деп жатырмын. Бүгін видео түсіретін күн, рилс түсіретін боламыз. Соған дайындалайын деп жатырмын. Кеше түнде қарным ашып, Яндекстен тамақ заказ беріп жеп алған болатын. Сол тамағым жарты сағат жақта қазір тұр. Таңғы асымды ішіп алу керек маған. Қарным ашып тұрған сияқты. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Дәл қазір кеше күні мен үй жинаймын деп мен кәдімгідей белім ауырып қалыпты. Бірақ кеше жаңа больницаға барып антибиотиктарымды ішіп жақсы болып қалдым. Дәл қазір енді үлкен бір реклама түсті маған. Күшті бір компанияның. Дәл сол жерге бір реклама түсіруге барамыз қазір. Сол бүгінгі орызым осындай. Көтерім ғой. Көте осындай арбуз алдым. Мен өсіп жеген жақсы көрем. Бүйтіп жан-жағын бүлдіріп, бүйтіп жегім келмейді, бүйтіп кесіп, былай да. Тек осылай жартылай кесіп, бүйтіп қасықпен жеймін. Жартысын ертең қалған жеп тастаймын да. Мусорға лақтырған кезде де оңайда. Біздің үйде мама деген всегда мешокта болатын еді. Арбуз қалың болсын, бәріміз өйстіп жарты-жартыда бөліп аламыз. Біздің үйде сөйтіп үйреніп қалғанбыз. Біздің үйде бір қарбызды да бір өзім жеген кездерім болған. Білмеймін. Содан кейін ба фруктыларды жақсы көремін. Қарбыздың сезоны басталған сияқты, дәмі күшті. Товар сатып отырған кезде басқа істейтін ісің жоқ па деп айтатын гостьтарға обращение. Міне, қараңыздар. Мына мағынай термин бірінші тасисың ол товарды. Одан кейін магазинға жеткізесің да, одан кейін оны барып сатасың. Сендер сияқты гостьтар диванда отырып не істерін білмей отыратын адамдарға бұл түсініктеме ретінде айтып отырмын. Что жұмыс бар деген сияқты да. Ал менен товар алып, менің тілеуімді тілеп, және де мен сіздерге сыйлық жасап отқан жандарыма шейін кешкісін эфирде боламын. Сіздерге бар сыйлықтарымды, жақсылықтарымды дайындап қойғамын. Өте жақсы скидкамен сіздерге барлығын жасап беретін боламын. Ал ісіміздің берекесін берсін. Тікелей эфирде кездескенше жандар. Қалай ол, кім ол деп ойланып, үйге келіп ашып қарасам, өзіміздің ерекше арулар группасынан, қолдаушылардан келген екен. Қараңыздаршы, мәссаған, клубника в шоколаде, мынаны ашып кет, чаймен ұру керек болып тұр. Мына тортпен Назым екеуміздің осыны запискасымен жетті. Мына Қалымжан Назым бақытты болыңдар, ұстасқан қолдарынан ешқашан ажырамасын дейді. Үлкен рахмет сіздерге. Әйтеуір біз жобада жоқ болсақ та осылай қуантып, сыйлықтарыңызбен, тәттілермен. Енді Назым Шымкенттен қалай болар екен? Әжеқтің бәрін өзім жеп қоямын енді. Бұл Шымкентке жіберетін болсам, бәрі еріп кетейін деп тұр. Рахмет сіздерге, үлкен Алла разы болсын, бізді қуантып осылай әйтеуір ұйқыдан тұрып, енді білмей өзім күткен жоқпын шыны керек. Маған звондап, доставка деп сыртқа шыққан, осына сыйлық келіп тұр екен. Рахмет, үлкен Алла разы болсын сіздерге. Шын ниетпен, шын көңілмен қатты қуанып тұрмын. Қалай? Классно. Аппетитно жеп кетті ғой. Біз деп Мединаға тоже жабу беруге болмайды, потому что бұл оған мен кінәлімін. Мен фломастер берем. Мен білем, что он сызатын, но все равно берем. Лишь бы сол тыныш болсын деп, мені мазаламасын деп беріп қоям.
мындай тақта алып беріп қойғам. Нет, тақтаға сызбайды. Специально ол есікке, стенаға сызады. Сосын ей сызсаң сыза бер, пофигу деп шын айтам. Потому что мен осы күнге дейін квартирада тұрдым, мен қаншама хозяиндар ойбай сөйлемесін, жаңа көшіп жатсам, ана үйді дағы сөйлейді ғой. Плюс еще сен аны берген нетеді, взносыңды тоже қайтармай қояды, или болмаса ремонт жасауым керек болады. Біреудің үйі болғаннан кейін бүйтіп жалап сақтап отыратынмын. Вообще даже шашқызбайтынмын. Мына өзімнің үйіме келгеннен кейін мен полный еркіндік, білген боғыңды жаса деп отыра берем. Шын айтам. Өзімнің үйім, мейлі ол шашылса да, аударылып төңкеріліп кетсе де пофигу отыра берем. Квартира болғанда өздеріңіз білесіздер, каждый раз мен квартираны жалап сақтап тазалап отыратынмын. Қазір мен өзім үйім болғаннан кейін жинауға да еріне. Мен әбден сол квартираларды жинап, мен уже үй жинау деген мен әжетімде тұр ғой деймін. Сол, так что менде да кінә жоқ, кінә өзімде менің. Сол, полный еркіндік жоқ болмайды, бәй нет деп еще бірдеңе сындырып қойса, ұрсып, ұрып, нет ондай емес, сынса сына берсін. Бүліне ма, сызыла ма, басқа қыла ма, шаруам жоқ, отыра берем.